Мен кітап оқу челленджіне Ыбырай Алтынсариннің өнер білім бар жұрттар оқулығын ұсынар едім. Ыбырай Алтынсарин, өнер білім бар жұрттар. Өнер білім бар жұрттар тастан сарай салғызды. Айшылық алыс жерлерден көзінді ашып жұмғанша жылдам хабар алғызды. Аты жоқ құр арбаны мың шақырым жерлерге күн жарымда барғызды. Адамды құстай ұшырды, мал істейтін жұмысты, отпен суға түсірді, отынсыз тамақ пісірді, сусыздан сусын ішірді. Теңізде жүзді балықтай, дүниені кезде жалықпай, білгендерге осылар бәрі дағы анықтай, білмегенде танықтай. Бізде бекер жатпалық, осыларға таныспай, ат өнері білінбес, бәйгеге түсіп жарыспай. Желкілдеп шыққан көк шөптей жана өспірім достарым, қатарын кетау алысқай, ұмтылыңыз қалыспай. Біз надан боп өсірдік, ек тегіз сақалды. Өнер жігіт көркі деп ескермедік мақалды. Үміт екен достарым, сіздерге бердім батамды. Мен Ыбырай Алтынсарин туралы айтамын. Ыбырай Алтынсарин. Ол 1841-ден 1889 жыл. Ол кісіні қазақ халқы педагог, жазушы және филолог деп атаған. Ол кісі 1841 жылы 20 қазан күні дүниеге келген. Оның атын Ибрагим деп қойды. Бірақ қазақ халқысы оны Ыбырай деп атай кетеді. Ыбырайдың әкесі көп өмір сүре алмай қайтыс болады. Ыбырайдың әкесі қайтыс болғаннан кейін оның атасы Болжаған би тәрбиелейді. Болжаған би ол кісі шешен және әділетті адам. Ол кісі Алтынсариннің әкесі. Сол кісі арқылы Ыбырай мұсылманша жазуды, орысша сөйлеуді үйренген. Ол Болжаған би ол кісіге Алтынсары кішкентай бала болып сезілді. Бірақ ол ең бірінші баласы болған. Және анасы Әймен. Ол анасының әкесі Шеген. Ол кісі ақылды, шешен және әділетті адам. Ол кісі де би. Ол кісі ең басында батыр болған. Содан кейін би болып кетті. Ол кісіні барлық халық жақсы көреді. Өзіңді ананы сүйі, күн сендерге бағылы сүйі тұғын. Қуанышына қуанып, қайғына күйі тұғын. Түн ұйқысына төрт болып кірпі қақпай, шешен байғұс дамылсыз жүре тұғын. Кім сендерге балалар тербетесін, еркелеп ойнатып, серкетесін. Жалқау болсан балалар, жаман болсан, қамқор ананың көз жасын көлдетесін. Кім сендерге сағына шетке кетсен, ғылым іздеп тез қайтпай көпке кетсен. Ұмытпа еңбеккеніңді жұлдыз сайын, хат жазды төбесіне көпке жетсін. Кім сағынар сендерді келгенше, құлындарын көзіне көрінгенше, сендер қайтып келгенше. Адам болып, еш арманың болмасы тез өле өлгенше.